Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы таң болсын. Тоқ қарынға билік берсек, мына ғалам не болмақ? Онда ізгілік өзендері ақпай қалар табандап, қарғалары қарқылдасып, қырандарын жамандап, тұлпарлар қаш бозып, мерей ақсап шамандап, биікпенен аласаның шекарасы жоғалмақ дейді Мұхтар Шаханов. Бірде Өзбекәлі мен Шәмші Қалдаяқов әңгімелесіп отырғанда, Шәмшекең Өзбекәліге айтыпты: «Әй, Өзеке, осы менің алған атағым жоқ, не дипломым жоқ. Осы сен мені неге сонша көтере бересің?» депті. «Неге көтере бересің осы сен мен?» депті. Сонда Өзбекәлі айтыпты ғой: «Әй, Шәмші, сен 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпардың бірісің. Қазақта сөз бар: өзің бола алмасаң, болған ердің атын жек деген. Сенің атыңды қамшылау біз үшін үлкен мәртебе» депті. Ей, Шәмші, саған талантты болуды Құдай жасады, маған шенеунік болуды партия жасады. Партияда не көп, шенеунік көп. Бірі кетсе, бірі келеді. Сен халықтан шыққан композиторсың. Әнің ғасырдан ғасырға кетеді. Менің басымдағы бағым өтпелі, отырған тағым тұрақсыз. Бұл таққа кімдер келіп, кімдер кетпеген? Мен де соның бірі болып қаламын. Сенің әнің көкке шарықтайды. Адамзаттың баласына мәңгілік ғұмыр сыйлайды депті ғой. Пақ шіркін ай, осындай сөзді айтқан Өзекеңдер не деген сұмдық болған. Дала занынан, баба занынан хабары бар. Ұлттық қан тегінде атой салып тұр ғой шіркін ай десейші. Осындай басшылар бар ма екен қазір? Біреудің атағы бар, бірақ абыройы жоқ. Біреудің ақшасы бар, бірақ ақыл ойы жоқ. Біреудің достары көп, бірақ сенері жоқ. Беделің болса барсың, болмасаң керегі жоқ. Әнсіз өмір ме, қансымай ма? Өзегіңді өртеп дерт жаншымай ма? Махаббатым туралы ән шығарсын Шәміл-ау. Шәміл, Шәмші қайда? Шәмші қайда? Шәмшіге айт, тағы да бір тандандырсын, жындандырсын, жүректі жандандырсын. Мәңгі өлмес махаббатым айта жүрер, мәңгілік өлмейтұғын ән қалдырсын. Шаршадым. Қараш қалай айтады? Қалай айтады Мұқағали? Шаршадым, қалжырадым, ет жүрегім езілді, қан жылады. Жырым менің науқастың сандырағы, құным менің тазының қарғыбауы дейді ғой. Пақ шіркін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Ел іргесі аман болсын. Тіліміз көкке шарықтайтын, шалқып жүретін заман болсын. Әмин. Аман болайық.